Құрметті достар, өздеріңіз білесіздер, ел президенті біздің қоғам ең басты идеология бұл заң мен тәртіптің үстемдігі деген болатын. Бұл бірінші кезекте қоғамның қарым-қатынасы ғана емес, тұрмыстық мәселелерге де қатысты айтылған қағида. Әсіресе қазір біз үшін тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері алдыңғы орында тұр. Бұндай қылмыстар үшін жауапкершілік 2023 жылдың 1 шілдесінен едәуір күшейтілген болатын. Содан бері жауапқа тартылған агрессорлар саны 2 есеге көбейген. Дәлірек айтқанда, осы жылдың 2 тоқсанында 7000 адам жауапқа тартылса, 3 тоқсанда олардың саны 27000 адамға жеткен. Одан басқа, тағы 60000 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға қатысты 70000 ескерту жасалды. Құқық бұзушылардың мінез-құлқын түзету үшін сот арқылы 12000 талап қойылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 10 айда отбасылық тұрмыстық құқық бұзушылықтар туралы хабарламалардың тіркеу 20%-ға, оның ішінде қылмыстық құқық бұзушылықтар 4,2%-ға, ауыр қылмыстар 12%-ға төмендеді. Өкінішке орай, соңғы жағдайлар бұл мәселенің әлі де күн тәртібінен түспегенін және өзекті екенін көрсетіп тұр. Басты себеп заңды азаматтардың құқығын құрметтемеу, осыдан туындайтын сананың бұзылуы, жалпы құқықтық нигилизм қазіргі қоғамға тән екенін көрсетіп отыр. Біз ата-ана ретінде балаларымызға үйде болсын, сыртта болсын, келеңсіз құбылыстармен күресу мәдениетін қалыптастыруымыз қажет. Қоғам заң бұзушылыққа, зорлық-зомбылық пен дөрекілікке төзбеуі тиіс. Оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан, бұзақылықтан, дөрекеліктен және вандализмнен мүлдем бас тарту атмосферасын қалыптастыруымыз маңызды. Барша адам баласына деген құрмет, ер азаматтардың әйел мен қыздарға деген сыйласымын бала кезінен бойына сіңіру қажет. Өзіміз бен айналамыздағы адамдардың тағдыры мен өмірі бізге байланысты екенін әрқашан есте ұстауымыз керек. Дәл қазір президент жанындағы әйелдер және отбасы саясаты жөніндегі ұлттық комиссия тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресудің кешенді жоспарын әзірлеуге кірісті. Сондықтан барлық сарапшылар мен азаматтық сектор өкілдерін белсенді болуға, тиісті ұсыныстарды жолдауға шақырамын. Мемлекет басшысы әрдайым қоғамдағы әділеттік заңдылықты нығайту жолында азаматтардың бірлігіне байланысты екенін айтады. Сондықтан әділ Қазақстан заң мен тәртіп орнаған елде ғана болады.